Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Так, биткоин 32-де 950-ден төмен кетіп бара жатыр, қазір 880. Енді бұл деңгейді бұзып өтсе, қазір міне мынау 30-ға дейін барады. Мынау былтырғы мамыр айындағы паранормальды бардың минимум бойынша жүргізілген деңгей. Енді, скорее всего, осы апта енді басталды, мынау недельный график. Егер энергиясы жетсе, бұл осы деңгейге дейін барады. Қазір мына жерде үстіге қарай кіруге әлі ерте. Өйткені бүгін дүйсенбі, аптаның басы. Бұл аптаның басында уже мына деңгейді бұзып жатыр, значит, скорее всего, возможно, бұл 30-ға дейін түсіп кетуі де мүмкін. 30-ға дейін баруға энергиясы жеткілікті. То есть жүру қоры запас қойды. Мына уже бір айлық график, бір айлық свеча. Яғни бұл уже как бы бір атардың где-то бір 70-80% жерде, енді мынау 30-да бұл обязательно тоқтауы мүмкін. 30 болғанда тәтіні қанша болып тұр? Максимум 29-300 дейді, мынаның минимумы 28-800, мынаныкі 29-200. Енді сол 29-28-дің көлемінде сәл түсуі мүмкін. Осыдан төмен түскен кезде уже осы деңгейден жоғары қарай лимиттік ордер қойып қоясыздар ма? Үстіге қарай, возможно, позицияға кіруге болады. Енді одан ары төмен қарай алып кетуі де мүмкін, бірақ бұл смотря на 30-ға келген кезде өзін қалай сайтын көреміз. Сондықтан қазір 32-ден жоғары қарай позицияға кіруден әлі ерте асықпаңыздар. Скорее всего, 30-ға дейін түседі.